деп. Оның үйіндегі студиясына барып жүрдім. Сосын ағам менің үйіме келе бастады. Сосын үйде жалғастырдық продюсерствоны. Ол туралы айтқысы келмейді, иә, Ғайсхан? Блин, рұқсатын алайын лучше. Еркектер отырған жана өсек тыңдап, бля, еркектер не ол, вообще қазіргі еркектер бар қандай қатын. Звук перекрывает, да? А ваш телефон не перекрывает, как вы думаете? Әсел, ананы продлевать еттің ба? Жоқ, мен жасаймын ондайды. Қарап отырмын. Букингтан сделай, букингтан. Неге? Қаласа мен өлетін едім, бүгін. Как же иронично. Не үндемей отырсыңдар? Сөйлеңдерсей? Еркеш Хасендерін қандай 45 өтірігін айтып. Еркеш Хасен дейтін еді ғой, бай болсын оның несі. Сендіңдер ма солардың өтіріктеріне? Инфоповодтарына ақша жасап, солардың ақшаларына сеніп. Өте төмен. Рас қой, өтірік па? Еркеш Хасен мен қызым деп екінші қатынан туғаны, потом ана туып қатын бір бәле болғаны. Еркеш құдадан қорқсай, шешеңді хотя бы алып кетті. Өзіңнен қорқсай. Шешең көріп тұрмын қазір. Кеп тұрмын. Дүнияға тойып кетсің ақшаға. Тергеуге алсын. Қазір неше түрлі сөйлеп отыр ғой, ауыздарына кеп оттап. Дут. За клевету деп бастаймын басында. Потом насилиямен кетем. Көресіңдер. А делом менің жатыр, мені фотоға түсіріп алған, когда меня избили, когда мен дым қалмағанда, когда я училась в 11 классе. Сол деланы көтерейік. Аяқ қолымнан дым қалмаған кезде, когда хотели меня передать детдомға, но сол кезінде мені қинап, заявление жаздыртпаған. Он неге айтпайды, аға? Он неге айтпайды үйдегі насилияны? Ят па? Көршілерден ят бола ма, туысқандардан ят бола ма? Туысқандардың бәрі білет. Біліп, істеп отқандардың бәрі. Он неге біз айтпаймыз? Білсін. Соны айтыңдар. Әрбір айтқан адамдардың сөзіне ере бермей.
шындық айтылсын. Ондайды айтқысы келмейді, иә? Қатын ұрып, бычытқып, өзі наркоман деп жүргенде шаруасы жоқ. Жәнібек, сені де қосам. Халық білсін. Бүкіл Қазақстан білсе екен. Прям мен ұялмаймын ол заттан. Ұялатын дым жоғын мен сіздерге айтайын. То, что я вот осындай қиындық көргенін мен айтам. Көрсін, бірсін, осы уақытқа дейін үндемей келдім мен. Қаншама сөздерін жұтып қой таста деп. Шешем ғой, шешеме тиіп кетер, шешем байғұс жаны ашып соған істеп жүрдім ғой. Ақыр сонда шешем маған бүйтті ғой. Мен сосын бүйттім, дедім. Маған Жәнібектің қаншама қатыны звондап, маған жылаған кезде, мені қылғындырды, бүйтті, сөйтті, бала мен отырым деген кезде мен құтқарғам ағамды. Типа ағамды. Соны неге айтпайды? Оны айтқысы келмей ма? Мені жамандай ма? Как же это очень по-мужски. Үйдегілерімді айтып жатырмын, семьямды. Мен телефон тартып алма, неше тіл істеген, мен прямой эфирға твит туралы. Мен Заттек ағаны көрмеген өмірімде. Бірақ жақсы көрем, күшті. Хит қой. Мына жерде Заттек ағамен өлең айтқан адам отыр, Еділ Ғаббас деген. Өте үлкен музыкант, мен өлеңдерім жазатын кісі. Менің аранжировкамды бәрін істейтін осы кісі. Ең адекватный араларында, музыканттардың ішінде. Ең әйтеуір іліп алатын шешесін. Әйтеуір қанша жерден крутой болып баратса да қарапайымдылығы басыңырақ болатын адам ғой.